Армысыздар, ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері. Қазақ тілінде жүргізілетін дидар телебағдарламасы әдеттегідей эфирде. Бүгін Қыбырай ауданында өмір сүрген Өзбекстанға белгілі айтыскер, ақын, жазушы, аудармашы, журналист Мекенбай Омаровтың жарқын жадын еске алуға арналған мәдени шара өтуде. Сондықтан Өзбекстанда жасайтын қазақтардың әлеуметтік және мәдени өмірін көгілдір экран арқылы халыққа паш етуді мақсат еткен бізде түсірілім топпен атбасын осында бұрдық. Қыбырай аудандағы номер 2-ші балалар музыка және өнер мектебінде өткен шараға аудан әкімдігінің қызметкерлері, ақын жазушылар, мәдени орталықтардың белсенділері, үзеңгілес достары, шәкірттері, мектеп оқытушылары мен оқушылары, сондай-ақ қалың көрермен қатысты. Мәкең рахметтік дүниеден озған менен, оның арқасында қалған кітаптары, ұлағаты сөздері әр уақытта біздің есімізде, әр уақытта бізді амалтып жүреміз. Мынау Нұраталық ақын Полат деген бұлай деген екен. Арқасында қалған ұл қыздарың, халқың, ұл қыздарың, небірелерін көрсінші, сенің жазған кітаптардың жемісін дейді жаңа Полат ақын. Сол сияқты кейінгі ұрпақтарымыздың бәрі Мекенбайдың берген тәлімменен, Мекенбайдың берген жазуыменен, Мекенбайдың берген кітаптарыменен өздерінің сауатты білімдерін арттырады деген үміттейміз. Әрине, әрбір адамның қолынан келе бермейді бұл жастардың жаңағы әсіресе оқушы жастардың көңілін білуге. Тамаша. Ай астындағы айналайын деген кітаптың өзі бір тұлға, кең дүние. Оны ашып қарасаң, не деген балалардың жаңағы тілімен айтылған сөздер. Соның үшін Мекеңді әр уақытта еске алып, әр уақытта құрметтеп, жайына қою. Арқасында қалған ұл қыздары, небірелері парыз біздерге, бұл парыз әрі қарыз. Кешті жас айтыскер ақын Талғат Орынбеков жүргізді. Келген қонақтар ақынның туындыларынан үзінділер оқып, өнерпаздар оның өлеңіне жазылған әндерді нақышына келтіре орындады. Бұл бір кешті біз ұлттың ұлы ұстазы, елге өзінің ең жақсы еңбектерімен әйгілі болып, жүректе тарихта мәңгілік қалған ақын Қыбырайдың ыбырайы атанған Мекенбай Омарұлына арналған кеш басталып отыр. Қыбырайдың ыбырайы деген сөздің өзінде қаншама мән мағына жатыр десеңізші. Өйткені әрбір жазған дүниесін, әрбір жазған өлеңін балаларға арнап жазу деген бұл шынайы ақындықтың, шынайы мейірдің, шынайы таза жүректің белгісі емес пе. Елге өзінің көптеген жақсы өлеңдерімен, өзінің жақсы шығармаларымен, өзінің жақсы кітаптарымен әйгілі болған Мекенбай Омаров ұстазымызды біз бүгін басқа жақтарынан да танып отырмыз. Өйткені сол кісіні еске алу кешіне арналған, кешке жиналған әрбір жақсылар, әрбір ақын, жазушы, журналистер ол кісіні бүгін басқа жағынан көрсетіп отыр. Ал біз енді өзімнен келіп шығып айтатын болсам, ол кісіні мен айтыскер ретінде қатты бағалаймыз. Өйткені ол Ташкенттегі қазақтардың ортасынан шығып, Қазақстанға халықаралық айтысқа барып қатынасқан бірінші кісі. Сол кісінің ізін басып, оның ізінен қаншама шәкірттер ерді емес пе. Олардың алдыңғы көші Нұрхан апаларымыз, қазіргі Құлмахан ұстаздарымыз, олардың ең соңғы тұяғы болып біз өсіп келе жатқанымыз рас. Шыңдарға жолсап шығатын, ұрпаққа тастап мұратын, айналасындағы жандарға айналайындар деп тұратын өмірден өтті бір ақын. Балаға бүйрек бұратын, өлеңнен өрнек құратын, туған күндерді еске алып, туған жер үшін тұратын өмірден өтті бір ақын. Мектептің мұңын ұғатын Мекенбай деген шын ақын. Шәкірттері көп артында ізінен оның қуатын, топырағың торқа болсыншы Омаровтай ұл ақын. Сіздер үшін Мекенбай тарихта қалған ұл ақын, біздер үшін Мекенбай мәңгілікке тірі ақын. 1949 жылдың 9 ақпанында Ташкенттің іргесіндегі Түзел елді мекенінде туып өсіп, Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық институттың қазақ филологиясы факультетін тамамдаған Мекенбай Омаров жылдар бойы ұстаздық ете Өзбекстандағы қазақ мектептеріне арнап оқулықтар да жазды. Мекенбай ағайдың қай кітабын алып қарасақ та, балауса жастағы балалардың, оқушылардың көңілінен орын табуға әрекет жасайды. Міне мысалы үшін аясында айналайындар деген кітабының ерекшелігі сол бала тілінде, соның баланың көңілін табуға арналған ұғымдары, пікірлері бүгін күнде міне бүгін тәрбиелік мәні бар зор ерекше көзқарастағы оқулықтар деп есептейміз. Тәуелсіз қалғаннан кейін
қазақ мектептері не оқулықтар жазу үлкен бір проблемаға айланды. Сол алғашқылардың бірі болып Мекенбай ағай әліпби кітабын алып келді, оқулығын алып келді. О кісінің осы мектептің табалдырығынан бастап жоғарыдағы оқушылардың көзқарасы, сана сезім білетіндігі туралы түйінге ие болдық та, осында бір көзқарасқа ие болдық. Сонда оқулықтар жайлы айтқан кезімізде ол тек қана осы әліппесімен шектеліп қалған жоқ. Ана тілі оқулығы, оқу кітабы ерекшеліктерімен басқа оқулықтармен қарағанда салыстырма түрде айтқан кезімізде бүгінгі қазақ мектептеріне сол кезеңде жазылған оқулықтардың құндылығы әлі де бүгінгі күнде өзінің құнын жоймағандығын бір белгісі деп есептейміз. Себебі барлық мектептің өзі мынау жүрегі, мектептің мынау оқушылардың сол өзінің қазақи болмысы тануда, яғни естен шығармауда оқулықтар негізгі рөл атқарады деп есептеймін. Ол кейінгі жоғары сынып оқушыларына да өзінің оқулықтарын ұсына отырып көптеген материалдарды өзінің шығармашылығы негізінде шығармаларының пайдаланғандығы бұның ұтымдығы деп есептейміз. Мекенбай ағайдың және бір ерекшелігін айтуымыз керек. Әлішер Науайыны қазақ тілінде алғашқы сөйлеткендердің бірі осы Мекенбай ағай деп есептейміз. Оның өзінің оқулықтарында сол Әлішер Науайының ғазалдарын, ғибрат сөздерін қазақ тіліне аудара отырып оқулықтарына енгізгендігін біз куәсі болдық. Мекенбай Омаровтың еңбек жолына үңілер болсақ, ол Достық туы қазіргі Нұрлы жол газетінде журналистік қызметте жүріп әдебиет бөлімін басқарған. Өз шығармашылығын шыңдай білген ақынның творчествосы тек бір тілде жалғасқан жоқ. Ол қазақ өзбек әдебиетінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған ақын ретінде екі ел жазушылар одағының мүшесі атанды. Көп жылдық талмай атқарған ізденістер еңбегінің арқасында Туран ғылымдар академиясының құрметті академигі де болды. Мекенбайды ақын ретінде, балалар ақын ретінде, айтыскер ақын ретінде білсе, мен оны кәнігі ысылған тәжірибелі нағыз бапкер журналист ретінде білемін. Сондықтан мен жуырда Көкжиектер атты кітабымды баспадан шығардым. Сол кітапты Мекенбайдың журналистік қыры, оның бір кездерде Азия газетінде, басқа да мемлекеттік басылымдарда, орталық Қазақстан шығатын бір қатар басылымдарда тілші болып еңбек еткені жөнінде солардан мысал ретінде келтіріп, өзімнің естеліктерімді енгізіп, Мекенбайдың қыр-сырын бары жағынан танытуды жөн көремін. Мекенбайдың осындай жақсы қырынан танығандықтан 1990 жылы республикада тұңғыш қазақ газеті Достық туы ашылды. Сонда алғашқылардың қатарында Мекенбайды жұмысқа шақырдық. Олардың шығармалары газеттің әр санында демесек те көбірек жиірек көрініп тұратын болды. Оқырмандарымыз да сол бойынша көптеген тілектерін, ой пікірлерін білдіріп, хаттар жазып жататын. Сол кезде Ташкент қазақтарының, жалпы Өзбекстан қазақтарының республикалық газетке деген құлшынысы, солардың талпынысы, ынтызарлығы көрініп тұратын еді. Мекенбайдың жазу стилі, жазу әдісі туралы сөз қойғанда ең алдымен оның сұрақтарының жандылығын, өміршеңдігін, соны суреттеудегі шеберлігін бағалай білуіміз керек. Өйткені ол кез келген адамменен шын мәнінде соның досындай, жанашырындай болып сөйлесе алады, сонда сұрақ қоя біледі. Кейін оны суреттеп жазғанда сол адамның мінез-құлқын, істеген еңбегін қанық, түсінікті, өзіндік әдіспен, шеберлікпен баяндайды. Оны газет беттерін парақтаған, оның кітаптарын парақтаған адам айқын біле алады. Мекенбай Омаров елімізге ақын, аудармашы, журналист, шежіре жазушы, мектеп оқулықтарының авторы ретінде кеңінен танымал. Сондықтан саналы ғұмырын поэзия мен көркем әдебиетке негізделіп, шығармашылықпен өткізген кейіпкеріміздің жады ұрпақ жадында мәңгіге сақтала бермек. Мекенбай Омаровпен біз түйдей жасымыз. Екеуміз творчестволық жағынан бір-бірімізбен тілдесіп тұрдық. Кітаптарымызбен шығармашылықтарда, семинарларда бірге болдық, домбырада бірге ән айттық, көп оқулықтарды аудардық, ағай өзінің кітаптарын шығарумен әуре болды. Сондай кездерде біз баспаханаларда, нашрияттарда ұшырасып тұрдық. Содан келе-келе мен жаңа компьютерде кітап жазушы едім, кітаптар шығаруға дайындап беруге, вирусқа қылуға дайындалар едім. Сол ағай өтініш жасады, мен үйден шыға алмаймын, маған жәрдемші бол. Әрі редакторлық, корректорлық, екеумізді тілшіміз, қазақ тілі әдебиеттен өзім 30 жыл сабақ бердім. Сонымен ағай екеуміз бірігіп кеттік енді. Көп кітаптарын бірге шығардық. Мекенбай ағай өзі
арманшыл адам еді. Көп нәрсені армандайтын еді. Адамдардың жақсы болуын, балалардың жақсы болып өсуін, соларды өзінің шығармаларына арқау етуді қалайтын. Енді әлі ағайдың армандаған, әлі жазылмай қалған архивте материалдары бар. Повестерім бар деген еді. Сіз жазасыз, өзіңіз сервис деген еді. Өзіңіз редакторлық жасайсыз деген. Кейін ағай өз ақкөңіл адам еді. Біреу көп адамда кеңес сұрап келетін еді. Өлеңдерін көрсетеді. Оларға жәрдем беруге әрекет қылатын. Қалай болмасын оның жаңағы ұйқастарын, бунақтарын түзетіп беретін, оған тағын жол көрсететін сондай адал адам еді. Енді ағайдың үлкен бір бізге тастап кеткені қазақтың жаңа шежіресін жазды. Тарих, ол да бір тарих қой. Сол шежірені жазғанда халықтың жаңағы бір-біріменен қыз алып, қыз беріспейтін елдер болатынын, қазақ сол тарихты білу керек екен, кейінгі ұрпақ білу керек екенін көп әрекет жасады. Бұндай адам бұл дүниеге кемнен кем келеді. Бұл да болса мынау Қыбырай районының бір асыл қазынасы болып тұр. Абайдың сөзі бар ғой. Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған деген. Дәл сол сөзі осы Мекенбай ағайға арнап айтқандай болып тұрады. Ақын, аудармашы, ағартушы, этнограф Мекенбай Омарұлының көп жылдық еселі еңбегін еске алып, оның жарқын жадын құрметтеуге келген көпшілік қауым шығармаларынан үзінділер оқып, оның лирикалық әлеміне саяхат жасады. Мекем ағаймен біз жазушылар үйінде, көп жерде, мектептерде, кездесулерде бірге болғанбыз. Ұстаздан көп жақсылықтарды үйренгенбіз. Ол енді ана тіліңді қадірле деп мысалы өлеңдер жазған, әсіресе балалар әдебиетіне ерекше назар аударған. Жол көрсетер темір қазық жұлдызындай, балаларды көреді ол қызындай, балаларға арнаған өлең жыры тамағының кәдімгі дәм тұзындай. Айналайын деп жазды балаларды, ай мен күнге теңеді аналарды. Атайгілі Түркістан поэмасы танытты ұлы ұстаз бабаларды. Және де оқулықтар атасы деп те өлең жаздым. Не үшін? Осы барлық қазақ мектептерінің оқулықтарын жаратты. Әліппе, ана тілі, қазақ тілі оқулықтарын жаратқан. Миллиондаған шәкірттердің ұстазы деп атаймыз ағайды. Ақынның тырнақалды туындысы «Махаббат» атымен 1999 жылы оқырманға жол тартып, оның творчествосында балалар әдебиетіне қосқан үлесі орасан зор екенін кейінгі жылдарда жарық көрген «Ай астындағы айналайындар» атты көп жылдық жинағынан көруге болады. Жазба және айтыскер ақындықты қатар ұстай келе, Өзбекстандағы заманауи айтыс өнерін бастаушыларының бірі Мекенбай Омарұлының екі тілге жасаған аудармаларының жөні бөлек. Мекенбай Омарұлы қазақ. Қызынғанда далада қонған бұл қазақ, қысылғанда панамда болған бұл қазақ, алды арлап алты алаш баласын, атамда болған, анамда болған бұл қазақ, дүрілдетіп дана жырын бұл қазақ, көтерер бар дала жүгін бұл қазақ, құлға қиық қалдырма деп ешкімнің аттамаған ала жібім бұл қазақ, құдайдан адал дам сұраған бұл қазақ, көңілінде ән жыр адам бұл қазақ, ділдегісін айта алмай жұртына, қаяу көңіл қанжылаған бұл қазақ. Мекенбай Омаровтың шығыстың шоқ жұлдыз шайыры Әлшер Науаи мен мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевпен бір күнде туылуы бостан босқа болмаса керек. Атаулы күнде өмірге келген кейіпкеріміз журналист, ақын, жазушы ретінде өзіндік қолтаңбасын қалдырды десек, әсте қателеспейміз. Мекенбай Омаровпен мен мектепте бірге оқығанбыз. Мектеп уақытында модалін шалар еді. Одан кейін домбыраға өтті. Біз бұндай ақын болып кетеді деп ойламаған мен өзімді. Әзілкеш енді кейін туысқан болдық, әрі не күйеу баламыз болдық. Өте қарым-қатынасы жақсы. Еш көңілінде кірі жоқ. Өте жақсы бала еді. Мен құрметтеймін оны. Бала кезінде қандай пәндерге қызығасың? Ана тілінде. Постоянно қазақ тілі, ана тілі, басқа тілге қызықпайтын. Ана тілде жүгіріп жүріп шығармаларын жазып жақсы жүреді. Өзінің мінезі де жақсы еді. Жазушылыққа да қызығатұғын. Мұғалімдеріміз бір еді. Айтатұғын бізге үлгілі болыңдар, осы бала осындай деп айтатұғын. Бүгінде ақынның өмірлік жолдасы артта қалған ұрпағын өнерге баулып, атасының шығармашылық жолын жалғастыруына қолғабыс жасауда. Ағайын туыс пен құда жекжатқа сыйлы Мекенбай ағайдың жақындары оның туылған күнін тойлауды әлдеқашан әдетке айналдырған. Дәстүрге орай ақынның биылғы туылған күнінде де оның шаңырағы арнайы келген қонақтарға толды. Осы кісінің кезінде кітаптарын шығаруда осыдан 7 жыл алдын
ақындар жырларының антологиясын шығаруда демеушілік қылып, бірге шығарып, бүкіл Өзбекстанда жайласқан мектептерге тарқатып, Өзбекстандағы қазақ өкілдерінің 104 қолына қалам алғанның барлығын сол кітапта жарыттық, сол кітапты оқып, бүгінгі күнде жастарымыз әрекетке түсті. Жазушылыққа деген мейір сипаттарын барын көрдік біз. Міне ақырғы кітабында, Ташкент қазақтарының рулары кітабында өте 430 бет еді. Оны міне енді шығарамыз деп тұрғанда өзі өмірден озып қалды. Сонда да мәдени орталықтың 30 жылдығына арнайы Мекенбай Омаровтың осы жазып кеткен кітабын ақырына жеткізіп, Рабия апаймен бірге сөйтіп, мұны дүние көрді. Соны үшін бүгінгі жастарымыз соны оқып, сол ата-бабаларымыздың салт дәстүріне арнайы осындай жақсы біздің салт дәстүрлерімізді рухани жаңғыру үшін осы кітаптарды, және біз қолжазбалары бар әлі, соны да бүгін күнде қолға алып, осы қолжазбалардың бәрін кітап қылып шығарып, осы Өзбекстанда жасап жатқан миллионнан астам халқымызға жеткізсек деп өзімізге ниет қойып отырмыз. Сол ниетті жастар үшін, келешек үшін біз жеткіземіз деп ойлаймын. Бұл жерде қазір бұл кісінің шығармасыменен көп адамдар ғылым кандидаты болып жатыр, ғылым докторы болып жатыр. Бұл кісінің шығармаларын үйреніп, оның терең ойлы маңыздылығын біле отырып, міне Низами атты университетінде қазір 2 жас жігітіміз магистратурада оқып жатқандар Мекенбай Омаровтың шығармаларынан келіп диссертация жазып жатыр. Омаров өмірінің соңғы жылдарына дейін қолынан қағаз қаламын тастамады. Болашақ иелерінің бұдан да саналы да сауатты, білімді де білікті, рухани кемел, ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбие иесі болу үшін өмірде көрген білгенін, көңілге түйгенін, ойларын кітап ретінде жарық көру үшін еңбектенді. Ағайдың жеке мұрағатында әлі де жарық көруін күтіп тұрған туындылар жоқ емес. Олардың алдағы уақытта қалың оқырманға жетіп баруы артындағы ұрпағының, шәкірттерінің, сондай-ақ Өзбекстандағы зиялы қауымның еншісіндегі ортақ іс. Қуаныш аға, біз білеміз, Мекенбай ағай Өзбекстандағы қазақтардың мәдениетін, әдебиетін дамытуға саналы ғұмырын арнаған бір қайраткер деуге болады. Ол кісінің халық білмейтін, ел білмейтін қандай бір қырларымен бөлісе аласыз, естеліктер жайлы айта аласыз? Бар, бұл нәрсе жүде өте көп адам білмейтін жерлері де бар. Әкем ауырып қалған болса, ауырғанында 2 жыл шамасында жазбай жүрді. Жазбай жүргенде де енді айтып, жаздырып, өзі былай не қолына ручка бергеніміз жоқ, қалам алып жазған жоқ. Соның арасында Рабиға апайлар бар еді, қыздарым, анам қарасы былай неғып жүрер жазып. Соның ар жағында соңғы күндеріне дейін 16 жыл тоқтаған жоқ. Бір қолыменен тынбай әрекет қылып, біздің қазақтың кітаптарын шығарамын деп, көп нәрселерді тоқтамай шығарып жүрді. Ағай жалпы қандай әке болды? Ол елдің арасында жүрді. Семьясына қаншалықты, сіздің тәрбиеңізге, балалардың тәрбиесіне жалпы қаншалықты көңіл бөле алды? Әке болғанын айту өте қиын. Әке деп Асқар тауымыз күшті көңіл бөлер еді бәрімізге. Күні түн тынбас еді. Міне түнде жұмыстан келеді, азанда тағын таңертең жұмысқа кетер еді. Кетем дегенге дейін бізге де уақыт ажыратар еді. Біз мектепте де мұғалім болып істеген, мектепке қолымыздан жетеді деп алып та кетер еді. Сондай кездер болар еді. Ол жақтан келіп тұрып, тағы қайта жұмысына кетіп кетер еді. Газетте істеді. Тек қана Өзбекстанның ішінде емес, Қазақстандарда, Азия көп газеттерде істеген болса, бәрімізге уақытты бірдей жеткізуге әрекет қылар еді. Міне кітаптарымыз көп, барлығын әкем парақтап оқып шыққан бірталай кітаптар бар. Бұның арасында өзі жазған кітаптар. Бәрі міне балдарыма оқытып, әрекет қылып, әкем жолынан жүргізуге әрекет жасаймын. Оның қарымды қаламнан туындаған шығармалары Махаббат, Атамекен, Таудай бол, Төрткүл дүние, Күн күлкісі, Аясындағы айналайындар, Ақыл қайрағы, Ең тәтті алмалар, Шанышқылы шежіресі, Ташкент қазақтарының рулары және мәдени өмірі деген аттармен кітап болып, қалың оқырманның кітап сөресінен орын алды.
Ардактуу агайын, нәпсетте коштошар сәтте таяп калды. Сондуктан шаттыгы шалкыган шаңырактарыңызга тыныштык менен кут береке тилеп, бүгүнкү багдарламамызды аяктайбыз. Эндеше көрүшкөнчө күн жаксы агайын. Аспанымыз ар качан ашык, күнүмүз качан да шуактуу болсун. Жазғы шақтарда күз келер арты қыс болар, қаңырап тұрған бақтардай қайрылып қайта құс қонар. Мұңаямын сен ойлап, көңіл күзге жеткендей, арман алыс кеткендей, сезім нөсер төккендей, көкбелге жапырақ түсіп сән кетіп, сыпсыйдым селеу баққалар, қоштасып құстар әндетіп, алыс бір жаққа аттанар, аттанар. Қайыңдар тербелмей ұзақ уайымдар, жұбатпай-ақ қойыңдар, менің де сондай жайым бар, жайым бар. Жұбатпай-ақ қойыңдар, менің де сондай жайым бар.